Баршаға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай алманың тоқылу жолын көрсететін боламын. Арнаға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де қазақша арнаның дамуына көмектесіп, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Бізге қажетті заттар екі түрлі түсте жіп қажет болады. Менде қазір қою жасыл және осындай ашық жасыл. Ашық жасыл мен алманы қою жасыл менен жапырағын тоқитын боламын. Менің екі жібімде Иран жібі. Және сонымен қатар бізге алманың ішін толтыруымыз үшін синтефон немесе мақта қажет болады. Ілмекбізім менің номері 2-ші өлшемдегі ілмекбіз. Қалаған өлшемдегі ілмекбіз жарайды. Алғаш негізгі түсті аласыздар. Алманы қандай түспен тоқисыздар, сол жіпті алып, осылай шеңбер жасаймыз. Менің қолыма мән бермеңіздер, мен ауылдық жерде тұрам. Сондықтан да менің қолыма емес, жасаған жұмысыма мән беріңіздер. Шеңбердің ішінен осылай бір іліп аламыз, оны есептемейсіздер. Одан бөлек шеңберді айналдыра отыра шалмасыз бағаншадан 6 ілмек аламыз. Соң қысқа жіпті тартып, ортадағы ойық жерді бітейміз. Келесі екінші қатар. Екінші қатарға өтуіміз үшін бізге маркер немесе осылай басқа түстегі жіп қажет болады. Әр қатарға келгенде шатысып кетпеу үшін осылай белгі қойып отырамыз. Екінші қатарда алғаш бірінші ілмектен 2 ілмек аласыздар. Бір жерден 2 рет тоқып көбейтіп барамыз. Рақшаның ішінде 2x тұр ғой, сол бізде 2 рет көбейтесіз деген сөз. Жоғары жақта схемада. 1, келесі ілмектен 1, тура сол жерден және екіншісін аламыз. Осылай бірінші қатарда 6 ілмегіміз, енді екінші қатарда бізде 12 ілмек болып көбейеді. Екінші қатарда айналдыра тоқыдық. Бізде 12 ілмек болды. Үшінші қатарда енді 18 ілмек болады. Бірінші ілмектен бір жерден 2 рет тоқып аласыздар. 1, тура сол жерден екіншісін аламыз. Келесі ілмектен біреуін тоқисыздар. Енді үшіншісінен екеуін тоқимыз. Бір жерден 2 рет алып көбейтеміз. Яғни 2, 1 қылып осылай көбейтіп барасыздар. Сонда үшінші қатарымыздың соңында бізде 18 ілмек пайда болу керек. Төртінші қатарға келдік. Төртінші қатарымызда осылай белгімізді қоямыз. Және бірінші ілмектен екеуін аламыз. Екіншіден біреуін тоқисыздар. Үшіншіден біреуін тоқисыздар. Енді төртіншіден екеуін аламыз. Біреу, тура сол жерден екіншісін тоқимыз. Осылай қатарымыздың соңына дейін қайталаймыз. 2, 1, 1, 2. Қатарымыздың соңында 24 ілмек пайда болады. Бесінші қатарда біріншіден 2 ілмек аламыз. Соң 1, келесі ілмектен және біреуін тоқимыз. Үшінші ілмектен және тоқисыздар. Төртінші ілмегімізден біздер екеуін аламыз. Бір жерден екеуін аламыз. Тура сол жерден және біреуін тоқисыздар. Осылай көбейтеміз. Яғни бір жерден екеуін алып көбейттік. Одан кейін бірден әрбір ілмектен біреуден алып, төртіншісінде екеуін алдық. Осылай қатарымыздың соңында 30 ілмек пайда болады. Алтыншы қатарда бірінші ілмектен бізден бірінші ілмектен екеуін тоқисыз. Бір жерден екеуін аламыз. 1, 2. Енді 4 ілмекті дара тоқисыздар. Бір жерден біреуден алып 4 рет тоқимыз. 2,
үшінші, мынау төртінші. Бесіншіге келгенде бір ілмектен екі ілмек тоқимыз. Бір жерден екі рет тоқып, осылай көбейтесіздер. Жетінші қатар. Жетінші қатарда біздер бірінші ілмектен екі рет тоқимыз. Әр қатарда бізде 6 ілмек қосылып барады. Бірінші ілмектен екі рет тоқисыздар. Соң ортадан 5 ілмектен дара-дара тоқисыздар. 2, 3, 4, 5. 6-шы ілмекке келгенде біздер 6-шы ілмектен екеуін тоқып көбейтеміз. Бір жерден екі ілмек аламыз. Қатарымыздың соңында бізде 42 ілмек пайда болады. Енді 8-ші, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Осы 7 қатарды ешқандай бас қоспаймыз. 42 ілмегіміз бар. Сол 42 ілмекті бас қоспай бір-бірден тоқып шығамыз. 7 қатар тоқимыз. Енді бұйыртса 15-ші қатарда кездесеміз. Осылай әрбірінен біреуден алып тоқимыз. Мына белгі қойған жібімізді жоғарыға алып келеміз де 15-ші қатарымызға. Осы қатардан бастап енді азайтып бастаймыз. Схемада жоғарыда бірінші тұрған белгі бізде азайту белгісі. Ол бірінші ілмекті соңына дейін аяқтамай тоқимыз. Екіншіне іліп аламыз. Осы 3 жіпті бірге тоқимыз. Бізде бір басымыз азаяды. Соң 1, 2, 3, 4, 5. Осы 5 ілмектен 5 рет алып дара тоқисыздар да 6-шыны аяқтамаймыз. 7-шіні тоқимыз да мінекей. Енді сол 3 жіпті бірге жеп азайтып бастаймыз. Яғни бірінші 2 басты бірге тоқисыздар, жейміз. Яғни соң ортадан 5 ілмекті дара тоқып аласыздар да 6 мен 7-ні бірге тоқимыз. Осы қатардың соңына дейін осылай азайтамыз. Он 16-шы қатарда бірінші және екіншіні бірге жейміз. Ортадан 4 рет тоқисыздар. 1 дара-дара, екінші, үшінші және 4-ші ілмек дара тоқып алдық. 5-ші және 6-шыны бірге біріктіріп жейміз. Бірінші 2 ілмекті бірге тоқып аласыздар, бірге жеп аласыздар да ортадан 4 ілмек тоқып 5 пен 6-ны бірге жейміз. Қатарымыздың соңында бізде 30 ілмек пайда болады. 17-ші қатарға келдік. 17-ші қатарда бірінші және екінші ілмекті бірге тоқып, екеуін бірге жейміз. Соң ортадан 3 ілмек тоқимыз. Енді 4-ші және 5-шіні бірге тоқимыз. 4 пен 5-ті бірге жейміз, яғни. Соң қатарымыздың соңында 24 ілмек пайда болады. 18-ші қатар бірінші және екіншіні бірге тоқимыз. Соң жанынан 1, келесі ілмектен 1, соң екеуін бірге жейміз. 3 пен 4-ті бірге тоқып осылай жейміз. 3 және 4. Қатарымыздың соңында 18 ілмек пайда болады. 18-ші қатарды аяқтағаннан соң осылай алмамыздың ішіне синтепонымызды салып осылай толтырып аламыз және 19-ші қатарды тоқимыз. 19-ші қатарда әрбір бірінші және екінші ілмекті бірге тоқимыз да ортадан бір ілмекті дара тоқисыздар. Мынау
birді тоқимыз да екінші және үшінші ілмекті бірге тоқимыз. Қатарымыздың соңында 12 ілмек болу керек. 20-ші қатарда бізде 2 ілмектен түгел жейміз. 1, 2. Бірге тоқыдық. Соң 1, 2, екеуін бірге тоқимыз. Осылай алдыңғы қатарда 12 ілмегімізді екеуден жегенде бізде осы қатарда енді 6 ілмек қалу қажет. Соң артық жібімізді қиып аламыз. Енді мына жіптің бізге қажеті жоқ. Мына енді 6 ілмекті біздер инемен немесе ілмек бізбен, мен қазір ілмек бізбен жасаймын. Осылай жібімізді біртіндеп 6 ілмекке өткізіп аламыз. Қалай жасаймыз? Осы арт жағынан, төменгі жағынан ішінен осылай, яғни ішінен кіргізіп жұмысшы жіпті шығарамыз. Келесі ілмектен осылай үшінші ілмек төменгі жағынан ішіне кіргіземіз да осылай тартып 6 ілмекті дара-дара істеп осылай өткізіп аламыз. Соң жіпті тартып ешқандай белгі, ешқандай түйіліп қалған жер жоқ. Осындай әдемі қылып жауамыз. Және енді мына артық жібімізді тура ортасынан, төменгі жағынан ілмек бізді кіргіземіз. Осы тура ортасынан жоғарыға қарай кіргіземіз да тура ортасынан жаңағы артық жібімізді төменге тартып шығарып аламыз. Ішіндегі мақтамыз немесе синтефонымыз шығып кетпеу керек. Жай әдемілеп осылай шығарамыз. Сол жіпті енді кері қарай қайтадан жоғарғы жаққа қарай өткіземіз. Осылай артық шығып кеткен синтефонды ортасына қайтадан салып жіберуіміз қажет. Енді жіпті тартсаңыздар, кішкене тартсаңыздар, осылай төменгі жағы кішкене ойылады. Алманың тура өзі сияқты төменгі жағы кішкене ойылады. Артық жіпті осылай бір ілдіреміз да алмамыздың ортасына кіргізіп жасырып тастаймыз. Міне алмамыз дайын, енді жапырағын тоқимыз. Жапырақ тоқу үшін қою жасылымызды аламыз да бір ілмек осылай жасап аламыз. Соң осы ілмектен, бос шалмадан бізден 11 ілмек қажет болады. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11-ге келгенде қолымызбен турасы 11-ші ілмекті ұстап тұрамыз. Соң 2 бос шалма және аламыз. 11-ші ілмекке алып келеміз жібімізді. Соң бір осылай шалмасыз бағаншадан біреуін тоқимыз. Келесі ілмектен және біреуін тоқимыз. Келесіден бір шалмалы бағаншадан келесіден бір бағанша тоқимыз. Және екінші бір шалмалы бағаншадан екіншісін тура келесі ілмектен тоқимыз. 2 рет ораймыз. 2 шалмалы бағаншадан 3 рет тоқимыз. Келесі ұяшықтан. Келесі ілмектен 1, екінші рет ораймыз. Жанындағы ілмектен және екінші
соң және орап үшінші ілмекті іліп аламыз да екі шалмалы бағаншадан үшінші бағаншамызды тоқимыз. Бір шалмалы бағаншадан екеуін тоқимыз енді. Бір және бір шалмалы бағаншадан екіншісін тоқимыз. Әр қайсысын бір ілмектен тоқимыз. Енді бізде екі ілмек қалды. Екі ілмекке шалмасыз бағаншадан екеуін тоқимыз. Бір, келесі ілмектен және екіншісін тоқимыз. Жапырағымыздың жартысы дайын болды. Тура осыны жапырағымыздың екінші жартысын қайталап тоқимыз. Айналдырамыз. Бірінші ілмектен шалмасыз бағаншадан біреуін тоқимыз. Жанындағыдан екіншісін тоқимыз. Мына алдыңғы қатарда тоқыған бағаншаларымыздың қарама-қарсысына тура солай бір шалмалының қарама-қарсысында бір шалмалы бағанша, екі шалмалы бағаншаға екі шалмалы бағаншадан тоқып қайталаймыз. Мына схемада бір ұзын таяқ тұр, сол бір шалмалы бағанша, соң белінен екі рет сызылған екі шалмалы бағанша. Схема бойынша тоқитын қыздарға түсіндіріп кетейін. Екі ораймыз. Және екі ораймыз. Үшіншісі. Бір шалмалы бағаншадан екі рет тоқимыз енді. Бір, екі. Қалған екі ілмегімізді шалмасыз бағаншамен тоқимыз. Бір, екі. Жапырақты өзімізге қаратамыз. Мына ортасындағы ұзын сызық бар ғой, содан енді бір қатар жүріп шығамыз. Ол үшін жұмысшы жіп жапырағымыздың төменгі жағында тұрады осылай. Ал ілмек бізімізбен жоғарысынан төменге ілмек бізімізді өткіземізді, жұмысшы жіпті шығарып, тек осылай біріктіргіш ілмек арқылы тек іліп тоқып аламыз. Ортадағы ұзын сызықтың бойынан осылай жүріп шығамыз. Міне жапырағымыз дайын. Енді осы жапырағымызды алып, алмамыздың ортасына қалаған жерінен бір іліп тоқимыз. Қалаған жеріңізден тура ортасынан осылай ілдіріп аламыз. Және бір тоқимыз. Осы жерден ортасындағы таяғын тоқып кетеміз. Өздеріңіз қалауыңыз бойынша ортадағы таяғын алсаңыздар болады. Мен 10-15 ілмек аламын. Себебі мен ілдіргіш кішкене ілініп тұратын ілгіш істеп кетем. Осылай кішкене қайрасыздар. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша, егер ілгіш жасамайым десеңіздер, 5-6 ілмек алсаңыздар болады. Мен қазір 10 ілмек алдым және 6-шы ілмекке осылай біріктіріп тоқыдым. Ортада осындай кішкене бізде ілгіш пайда болды. Қалаған жеріңізге ілдіріп қойсаңыз болады. Сол үшін осы ілгіш жасап кеттім. Соң қалған ілмектердің бәрін шалмасыз бағаншамен тоқып шығамыз.
ортадағы ілгішіміз де дайын болды. Енді жұмысымызды аяқтаймыз. Алманың өзіне, соңғы ілмегімізді алманың өзіне біріктіріп бір тігіп аламыз және қою жасылымызды артық жібін қиып аламыз. Міне болды, алмамыз дайын. Артық жіпті ортасына кіргіземіз де жасырып тастаймыз. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көп рахмет. Лайк басып, комментарий жазыңыздар, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.